Қалайсыздар, достар, қалдарыңыз қалай? Кеше өзім толғатып, бірақ кешіріп бірақ шықтым. Бала кіндікке оралып қалып, сонымен бірден ауа жетпей, екеуміз де қиналып, срочно алып кетіп, енді босанып қолыма ұстап отырған жайым бар. Рахмет, құттықтауларыңызға рахмет. Сол сейчас дәріске шықтырамын жаймен. Қазір кешірівадан кейін даже отыруда қиын екен, жүруде, жатуда. Даже сөйлесең ішің ауырады. Аналарды енді түсініп жатырмын. Спасибо, так босап жатқаныма қуанып отырмын бір жағынан. Көңілімді күшті қойғанға. Мынандай арнайы жатып тұрғанға арналған кровать. Еще деген мынандай. Ой, көрсетілген әдемі картинка. Балаға папасы қарап отыр. Мен ұйықтаған жоқпын. Дальше сами. Ассаламалейкум бауырым, өте қуаныштымын. Мынау тұңғышың артынан қалған тұяғың дейді ғой, енді алғашқы өзім еще ол аман сау болып дүниеге келгеніме шын жүректен құттықтаймын. Бұйырса ғұмыр ұзақ болсын, елдің азаматы болсын, кімнің ұлы дегенде мына менің ұлым дейтін, көкірегінде қағатындай сонда үлкен азамат болсын, үміттеріңді ақтайтын болсын. Диана екеуің бақытты болыңдар, арттарынан ере берсін. Бізге де жұғысты болсын бауырым. Қатты қуаныштымын. Қайырлы күн, қалайсыздар достар. Кеше балдарыңыз общем еркелеп қуды. Өтін таппай қалдық, бүгін өте демалдық. Соны тойлаттық қой. Оның андай ғой, жасыратын несі бар. Еркекпіз, адамбыз, түсінетіндер, түсінбейтіндер жамандай берсін. Мен андай өзімді бір пейдес инабат ибалық көрсеткім келмейді. Өтірік маска кимеймін, қалай бар сондаймын. Солай қолдайтындар, солай менің бірге болатындар. Көп рахмет. Сторис жарылып жатыр, әңгіме жоқ, 200 бір нәрсе көп. Қазір неге келіп инабатқа сорпа заказ беріп отырмын. Сорпа апарам керек. Шыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Баяғыда деймін да. Баяғыда деп қойым. Кеше ғана бір жеті бұрын ғой. Бір жеті бұрын. 2 сағат боянып, бір жерге шығатын болсам, сөйтіп шығатын ем. Өйстіп орамалмен біз макияжға шыға салатын болған. Мына жақта мен қайынсіңлім садиктен алып келе жатырмыз. Привет. Привет. Бізде қонақтар бар. Күйеуім менсіз жүрмейді енді, өйстіп алып кетеді мені. Алмайсың ғой. Опа, кеп-кесіне. Үйге қайттық. Ауылда жүрмейді. Жаңалығымды айта кетейін. Жаңалығым, біз тойды тегін беретін болдық. Яғни көптің сұрау бойынша барлығы сұрап, жазып, жалынып әсіресе бізді жасөспірім қыздар көп қарайды екен. Және де үлкен апалар қарайды. Қызым ау, тегін қылсаң қайтеді, мен пенсионермін, немесе жаңағы мен кішкентаймын деген сияқты, сатпаңызшы, мен мамадан ақша асыра алмаймын деген сияқты көп сондай смс-тер келіп кетті. Сондықтан да қош бәрі көре берсінші деп тойды тегін қылатын болдық. Сол жалпы ақша аударған менеджерім барлық нелерді қабылдап отыр. Телеграмда бот арқылы төленіп жатыр. Барлық бот өзі негізі автоматым ақша беріп жатыр. Сондықтан да біз айтып жатқан жоқпыз көп телеграмда бот арқылы істеп қойғаннан кейін. Бірақ енді оның ақшаның барлығы қайтарылатын болады. Менеджерім сіздерге қайтарады.
Мында достар олжас келді. Кім табылды? Табылды ма? Қайда екен? Бұл сумкасы саққы. Мында әже бар. Әй, Бәріміз отырып тамақ ішіп. маған звондап көріңдерші, түсірем екен. Звондап көр олжас. Көрші, түсірем екен, көрейін. Бұл қаладан келіп, адам менсін бүйтіп өз-өзімен отыр.